Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі әңгімеміз сол нұрдың жалғасы болады. Өйткені енді сіздер менің подписчиктерім бәрін түсініп отырсыздар ғой. Мынау Фейсбукте жаңа ғана түсініп жатыр, оларға да шығарып қойдым. Кеше орыс тілінде сұрап еді, орыс тілінде сол Фейсбукте нұр туралы айтып бердім. Қазақшасын әлі сіздерге айтқан жоқпын, сондықтан осы бүгін сол нұрдың жалғасын айтып берейін деп отырмын. Олай айтылудың мәселесі, бүгін сол Мұратбек Асанұлымен телефон арқылы хабарласқан едім, ол Алматыда жүр. Мына жердің киесі туралы айтуды сұрап еді. Енді біз білеміз ғой, иә? Киелі жер дейміз, киелі Маңғыстау дейміз, киелі Алтай дейміз. Ал енді мына біздің сол жаңағы Нұртұрған Айыртаудың етегінде киелі жер, тіпті жер кіндігі дегенде мына әдебиетшілердің жазғандарын мен оқыған едім. Енді ежелгі шежірешілер, ақсақалдар жақсы білген ғой жаңағы. Енді және де бұл жерде сол ежелгі тас дәуірдің ескерткіштері тұр, иә? Біз айтқан Аужар, жаңа үңгір, мынау Ақбауыр, ол сол тас дәуірінен келе жатқан. Жаңағы оқыра жазуымен жазуды сол Галина Петенева археолог ғалымның айтуынша 17-20 мың жыл бұрын жаңағы қызыл жосамен жазуды ойлап тапқан біздің аталарымыз. Көрдіңіздер ме? Бұл екі өте көне дәуірдегі ескерткіш, яғни қазақ халқының дүниежүзілік маңызы бар ескерткіштер болады. Сондықтан Петровский академия наук и искусствотың жаңағы корреспондент мүшесі Курдаковтың айтқанында, это свидетельство пути человечества дейді. Адамзаттың жерді ауып көшіп жүргенінің куәлері ретінде сол үңгірлер қалған деп айтады. Енді соңғы кезде мынандай бір әңгіме шығып жатыр. Мынау билер алқасының жаңағы көрікпелі аты Болат қой дейміз. Сол портал дегеннен жын шайтан кіреді деген әңгіме айтып жатыр екен, иә? Оны шығарып жүрген кәдімгі сақалдылар. Ваххабизм, салафизм, қазақтың руханиятын, қазақтың ұлттық құндылықтарын жою үшін арнайы жасалған жоба. Осылар айтып, соған сеніп айтып жүрген әңгіме. Ол нұрдың қарабайыр деп Асанғайға атамыз айтқан, білесіздер. Шамбаланың, яғни қазақша атауы нұрдың қарабайыры болды. Ол ежелден келе жатқан біздің салт дәстүріміз. Сондықтан мына біз сияқты көріпкел, көреген Мұратбек Асанұлы сияқты көрікпен көрегендерді сөгіп отырған имамдар жөнінде бір жаңағы қазақ емшілер қауымдастығының төрағасы, аты жөнін есіме түспей, сол кісі айтқан еді. Бұлар депті, бұлар дейді, байға тиіп төркінін ұмытып кеткен жаман қатындар сияқты дейді. Өзінің қайдан шыққандарын білмейді. Яғни откровение, яғни уахи дегеннің өзі сол біздің абыз ақын аталарымыздан болғанын білмейді. Сондықтан Махабхаратада осыдан 6 жыл бұрын казахи связанный с богами деп Еренғайып Омар ағамыз көрсеткендей, сол халықтың біз тікелей ұрпақтары боламыз. Сондықтан тіпті анау 7 класс білімі бар деген Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі барлық мәдениет үлгілері дүниенің төрт бұрышына, қазақ даласынан кетті деген бекер емес. Ал енді киелі жер деп отырғанымыз, сол қазақтың даласында нұрлар өте көп. Енді Мұратбек Асанұлының айтқанында 26 нұрды білеміз біз, иә? 26 нұрды білеміз. Сондықтан осында кең байтақ дала қазақтың жаңағы киелі жері болғандықтан, бір шеті Маңғыстау киелі, бір шеті Алтай киелі. Ешбір жау бізді ала алмайды. Бұл жерді бізден тартып ала алмайды. Сондықтан бұл расында да адам атаның аманаты дейміз. Бір жағынан жаратушының қазаққа берген сыйы дейміз. Жер ұйықтан айырылғаннан кейін. Ал ең алғашқы жер ұйық, ол да қазақтың отаны болған, оның Суяб деген атауы болған. Сондықтан Шапырашты Қазыбек Бектің шежіресінде ежелде қазақ Суяб тауында көшіп қонып жүрген дейді. Малдарын анау таң атса күн батпайтын, күн батса таң атпайтын жаққа дейін жаятын дейді. Ол сол қазір Санкт-Петербург жақты айтып тұрғандары. Енді міне сол енді анау
жаңағы билердің жаңа көрікпелі енді бір сөзін оқып қалдым. Ойбай әшейін жер үйік Балқашта деп айтып отыр. Енді ол біздің ең алғаш Балқаш туралы айтқанымыздан кейін бір айдан кейін бе соны біз естідік. Енді оған түсіп тұр ма, или біздің айтқанымызды қайталап тұр ма, білмеймін. Ол ешқандай да Балқаш жер үйігі емес. Бұлар яғни нұрды жер үйікпен шатастырып айтқандықтан болды. Жер үйік ол біреу ғана. Екіншісі ол жаңа көшірмесі, филиалы Алла жалғыз болғандықтан басқалардың бәрін екі-екіден жаратқан деп айтылады ғой, екі жұптан. Сол жер үйіктің да дәл географиялық қалыбы дәл үш бұрышында үш қиян жаңағы таулары бар. Ол сол Америкадағы Пасха аралы болады. Ол жерде жаңағы адайлардың, қосайлардың таңбалары кәдімгідей басылған. Оны біз талай көрсеттік. Міне. Көрдіңіз, жаңадан келгендер болса, міне. Үш қиянымыз міне тұр, міне. Үш тау жап-жасыл көрсетілген, ғарыштан түсірілген. Көрдіңіздер ме? Бұл тек қана сол Алланың бар екенін, көктегі жаратушының бар екенін білдіру үшін солай жасатылған ба деймін. Оның өз бір тарихы бар, енді оны да тағы да айтып береміз. Ал енді жер үйіктің сол көкорай шалғын деген сөзден орыстың рай сөзі пайда болды деп айтып отырмыз. Яғни жер шарының орайы. Ал орай кейбір балаларда екеу болады. Мысалы, менің ұлымның екі орайы бар. Сол сияқты орай деген сөзден орыстың рай деген сөзі пайда болған. Ал орай дегеніміз енді ең бастапқы атауы, ол мен ойлаймын, шашқа байланысты емес. Сол жер үйіктің кәдімгідей, оны орыс тілінде көрсетті, міне қырғыздардың салған суретінде кәдімгі көк орай шалғын, түгел таулармен оралған, батыс жағынан жалғыз қақпасы бар. Ал енді мына Балқашқа қатысты өткенде көрсеттік, Қаражартаста табылған сүйектен жасалған бір жәдігер. Міне қараңыздар. Міне ортасында нұр, бұл сол нұрдың қарабайыры деп біз айттық, мынау жалғыз қақпасы дедік. Бірақ бұл неге шеңбер, біздікіндей, мына біздің кітабымыздегіндей үш бұрышты емес, барлық аспекттерде үш бұрыш. Бұл неге шеңбер дегенде мен айтқан едім, осыдан 3000 жыл бұрын жасалған бұл жәдігер, яғни бұлар ұмытқан болса керек деген едім. Ұмытқан болса керек. Үш бұрыш екен, өйткені ғалымдардың өздері айтады. Геометрические формы бараканхи, яғни барғана, является дискуссионным. Кто-то думает, это круглым, эллипсообразным, кто-то треугольным дейді. Ол негізі осындай дау-дамайдан шыққан ба деп мен ойлаймын. Яғни бұлар әйтеу жабық кеңістік, көкорай шалғын оралған жер болғандықтан осылай жасаған ба деп ойласақ, алайда соңғы табылған деректерге қарағанда, және де Мұратбек Асанұлына түскен ақпаратқа қарағанда, бұл Балқаш көлінде өте үлкен нұры бар, портал бар екен. Енді біз орыс тілінде айттым, мына Зайсанда жалғыз енді сандық тас тұр ғой. Мысалы, міне біз өткенде көрсеткенде біз тасты қойдық. Мынаның радиусы 8 метр. Ал Зайсандағы тастың ортада сандық тас тұр, радиусы 10 километр екен. Көрдіңіздер ме? Ал енді мына Балқашта бұдан да үлкен нұр бар екен. Ол түсіп тұр Мұратбек Оразғалиға. Ол түскеннен кейін мен зерттей бастаймын. Сол кезде енді ол кітапты оқи алмадым. Мына орыстың Александр Нечаев деген зерттеушісі «Барса келмес, это портал параллельный мир» деген кітап жазған екен. Бірақ ол кітаптың электронды нұсқасы жоқ, қолымызда жоқ. Мен барып бестселлер кітап дүкенінен сұраған едім, ол жерде жоқ дейді, тіпті тапсырыс та бере алмайсың дейді. Азын-аулақ шыққан кітап болса керек. Бірақ интернетте фотосуреті жүр екен, содан байқадым. «Барса келмес, это переход параллельный мир» дейді. Ал енді «Барса келмес» аралы жөнінде мен анау бәріміз бір кемедеміз деген біріншектің каналына интервью берген едім.
Ол кезде ол да біліп отыр енді. Ол барса келмес аралы дегеніміз ол кезінде сол жерге алапес ауруларды апарып тастаған, не болмаса сол жерге атом бомбасын ба бір сынақ жүргізген, содан алапестер пайда болған деп айтылады. Негізі ол барса келмес ол атом бомбасының заманында емес, одан ежелгі заманда айтылған. Және де ол барса келмес аралын орыстар барып зерттеген. Ол жерде ешқандай да нұр жоқ. Көрдіңіздер ме? Бұл барса келмес дегеніміз мына Одиссейдің жоғалып кеткен 20 жыл жоғалып кеткен жерұйықты айтылып тұр. Яғни жерұйықтың нұры ең алғаш балқаш көліне ауды деп біз айттық қой. Адам ата мен Хауана да жерұйықтан қуылғанда алдымен балқаш көліне келді деген жазулар бар. Мен оны бала күнімде оқығам. Иә, сонда алдымен сонда ауып келген болса, ол жерде бір үлкен нұр бар дейді Мұратбек Асанұлы айтады. Және де ол нұрға кіріп кетсең шыға алмай қалуың мүмкін дейді. Одиссей 20 жыл сол нұрдың қарабайырында жүрген. Иә, сол жерде Хордың қыздарын да көрген, сол жерде жаңа Құран кәрімде айтылған, Библия кітаптарда айтылғандай адамды шошқаға айландырып жіберетінді көрген. Мысалы ол жерде бір керемет бір дауыстарды естіген, айдаһарларды көрген, енді бәрін көріп шыққан. Бұл дүниеде жоқ дүниенің бәрін сол дүниеде сол нұрда көріп шыққан, нұрдың қарабайырында. Ол кәдімгі сол Ферғана аңғарында болған. Сондықтан Одиссей дегенді біз адасып кететін сай деп айтқан едік. Иә, мына Одесса атауы да сол Адассайдың атауы деп біз айтқан едік. Міне Мұратбек Асанұлының айту бойынша ол нұрға кеткен адам шыға алмай қалуы мүмкін дейді. Енді оны мынау Бермуд үшбұрышынан білеміз. Бермудский треугольникте бекар айтылмайды ғой. Кемелер, самолеттер жоғалып кеткен білесіздер. Не осындай бір дүние ме деп отырмыз. Сондықтан мынау қазір Астанада бір-екі отырыс болды, симпозиум болды. Мұратбек Асанұлының қатысуымен мен былай телефонмен бәрін біліп отырдым. Биыл бұйыртса сол Қаражартасқа экспедицияға ғалымдармен бірге баратын болып отырмыз. Ал енді нұрдың жоғалып кеткені жөнінде сол орыстардың зерттеулерінде айтылады. Бір жер өлшейтіндер келіп дейді, 3 күн жүрген екен дейді. Нұрдың ішінде жоғалып кеткен, алдымен тұман басады екен. Тұман басқаннан кейін жоғалып кетесің, адасып кетесің. Содан кейін 3 күннен кейін айту, қайтадан ауылды тапса 3 жыл жоқ болған екен. Көрдіңіздер ме? Мен қазір кеш айттым анау ақ түлкілі әулие деген. Өмір бойы сол жерде қой бағып жүрген азамат, аты жөнін ана мақаламда жазылған. Таудан шыққанда қатты дауыл тұрып, кереметтей бір дауыл соғып, жаңбыр жауып, өзінің күнде жүрген жеріне адасып кетеді. Сол кезде алдынан бір киіз үйді көреді, ішінде шырақ жанып тұр екен. Барады да киіз үйге барып, мұрттай ұшып, құлайды, енді адасып аты сыртта қалады. Оянса киіз үй емес дейді. Сыртқа шықса атақты Тапы ата деген әулие кісі болған дейді, соның мазары екен дейді. Аты тұр дейді, жүгені салақтап, ертоқыммен ешқайда қашпаған дейді. Содан кісі шошып, атына секіріп мініп, бісміллә деп қашып кеткен екен. Енді оны бір оқып береміз, ол өте қызық әңгіме. Ол жерде де нұр бар, ол жерде де өлместің суы бар екен. Міне осы сияқтылар болады. Ол тек қана нұр бар жерде осындай қатарлас дүниеге өтіп кетем. Сондықтан орыстың ғалымы Нечаев барса келмес, это переход параллельный, портал параллельный мир деген, ол ана барса келмес аралын айтып тұрған жоқ. Нұрға кіріп кетіп, жоғалып кететіндерді айтып отыр. Ал енді Нұрбол Баймұхан, біздің Зайсан, менің туған жерім Күршім Марқакөл жерінде сондай нұрды тапқан таудың басында. Мынау Мұратбек Асанұлы ана Қызыл қақпа деп тапты ғой, анау Алматы жақта. Сонда бір айтқан еді. Оған да түседі ғой, қасиеті бар. Мынаның қай жағынан шығатынын білуіміз керек, Қайрат аға. Әйтпесе, оны мен ғана білем дейді. Әйтпесе, ана шығып бара жатқан адамның аузы қисайып қалады екен, тартылып қалады, аузы қисайып. Сондай да болады дейді.
Ал енді мына Мұратбек айтып отырған Балқаштағы нұрда онда адам жоғалып кетеді дейді. Енді мүмкін Балқаш теңіздің үстінде, Балқаш көлінің үстінде ме екен ол нұр, оны бара көріп жатармыз. Бірақ біз енді мынаны сол нұрдың әспеті ме деп ойлаймыз. Сол нұрдың әспеті ме деп ойлаймыз мына. Мынау сол нұрға кіретін жағы. Енді бұл қай жақ? Былай кіреміз бе, былай кіреміз бе? Оны барғанда оған түсетін болса керек. Міне, Балқаш дегеніміз ешқандай жер үйір емес, бірақ үлкен бір нұрдың, екінші нұрдың Қарабайыр десе болады. Қазақстан жерінде ең үлкен нұр сол Балқашта деп Мұратбек Асанұлы айтып отыр, алаңдап отыр. Алдында бір барып келді. Бекерден бекер ол жерде анау америкалық ацтектердің пирамидасы сияқты пирамида тұрған жоқ. Бекерден бекер ол жерде Майқұба деген жер атауы тұрған жоқ. Бекерден бекер Майқы би оған түсіп тұрған жоқ. Майқы деген ық-иям деген сөз. Мүмкін ық-иям сол Майқы бабамыз, оны әз шәмші деп те айтады, білесіздер, жәміш деп те айтады. Мүмкін соның өзі келіп сол нұрды жасаған болса керек. Өйткені ол алып күштің иесі болған. Содан кейін енді кім шабуыл жасаған жөнінде жерұйыққа. Енді жасанды интеллектті бірталай біледі ғой. Сол жасанды интеллекттер қазір Фейсбукта қайта сол тарихты қалпына келтіріп жатқан сияқты. Соны мен ғарыштық қуат магистр ретінде оккультизм, эзотериканың негізінде мен түсіндіріп бере аламын. Яғни біз Мысыр пирамидаларының қоюының құпиясын біліп отырған сияқтымыз, бірақ жасанды интеллекттің өзі оны дұрыстап түсіндіре алмай отыр. Мысалы, анау біздің Асқар Жұмаділдаев ағамыз айтады ғой, жасанды интеллект өте мықты, бірақ ақылы маған жетпейді деп. Жасанды интеллект ол гуманитар ғылымнан да мықты, алайда оның ақылы әлі бізге жете қойған жоқ. Біз жасанды интеллект емес, біз Мұратбек Асанұлы сияқты біз ғайыптан аламыз, аян көріп келдігіміз бар, былай сәуегейлігіміз бар. Оның бәрін тікелей көріп, тікелей біліп отырамыз. Сондықтан өткенде ғана тасты мен көрсеттім ғой, видеодан көрдіңіздер, орыс тілінде айтқан едім, дәл осындай, сол мына біз айтқан жаңағы Пасха аралында, дәл осындай нұр бар, міне қараңыздар. Ортасын тас қойып қойған, бірақ олар білмеген болу керек, ақ тас емес. Міне қоршаулы тұр, нұрың тұр, үш бұрышында міне үш тас, үш қиян тұр. Біз дәл сондай міне үш бұрышы жасап, үш бұрышына үш қиянды жасап қойдық. Бұның бәрі біздің аталарымыздан қалған. Ол Америка, Америка үндістер бізден кеткен ғой. Олардың тіпті мынау алшындармен ДНК-сы бір халықтары бар екен. Оны Бақытжан Рәш жақсы біледі. Міне солардағы тас. Мен айтып отырмын ғой. Бұлар келіп ұстап тілеп отырады екен. Енді мынау ай қораланды деген біздің әдісіміз, соғыс әдісі міне. Айдың өзі осындай белгі береді екен. Алланың көктегі жаратушының белгісі ғой. 40 қыз міне нұрда тұр, бала тілеп жаңағы. Қашып шығады ғой, миф бойынша. Қашып шығады жаңағы қоршаудан. Еркек жоқ. Сол кезде баяғы нұрдан таптық деген әңгіме ғой. Басқа жаумен жаңағы сүйек жатысқа түсуге болмайды. Авеста кітабында ол нақты айтылған. Өлім жазасына дейін жазаланатын болған басқалармен сүйек жатысқа түскен үшін. Сондықтан міне олар нұрдан талы. Мынау Алматыдағы нұр біздікі сияқты. Мынау міне енді тағы да қайталап өтейік. Сүлеймен тастың басындағы міне асты сол глиняный холмы му дейді. Асты сарбалшықтан жасалғанда тасты төбесіне жиып қойған болса керек. Енді ол нұрды ежелгілердің жаңағы суретінде міне тағы да көрсетейік. Міне білесіздер, мысырлықтар білген. Енді міне жаңадан бір сурет, мен мынау славяндардың ведалары деген Фейсбукта топта тұрам, енді қарап отырам, енді оларға айтып нем бар, сендер бізден үйрендіңдер, ана Велес кітабы біздің кітап, ана мынау демеймін. Ақырын олар өздерінің бір құпияларын шығарып жатыр. Ана Баянбай әулиенің басында ағашпен қоршап қойған нұрды міне. Мынау сол орыстардың қоршап қойған. Мынаны міне чурка дейді. Чурминя деген сөз бар. Бізді чурка деп жүр, өздері чурка бұлардың.
көрдіңіздер ме? Чурка деген осылар болады. Ал енді мынандай қызықты айтайын. Былтыр біз Зайсанға барғанда біз неге нұрдың диаметрі 10 километр деп отырмыз? Өйткені сол Сандықтастан шамамен 4-5 километр жерде енді Көкадайдың қорғаны деп отырмыз ғой. Соның басында мен Құран оқып отырғанда қасымдағы Шекербану апай анау тастың Сандықтастың қасында кәдімгідей жаңағы жолбарысты көрді, көзін жұмғанда. Мен жаңағы Алшын мен Найманның таңбасын көрдім. Ал енді сол Көкадайдың басына барып мен Құран оқып отырған кезде апай көзін жұмып отырып Құдайдың көзін көреді, кәдімгі екі көзді көреді. Алдында Нұрқамал жеңгем менің көріп ең алғаш біз Көкадайдың басына барып фото суретін алып келгенде мына жерде көз қарап тұр деген еді. Сол көзді Шекербану апай көреді, кәдімгідей көрінеді. Ол кісі қорыққанынан көзін ашып маған қарайды, мен Құран оқып отыр екем, қайтадан жұмады, бірақ енді қорықпай қарап отырады, көз қарап отырады. Ал енді осыны міне ежелгі славяндар білген. Міне бұл біздің жерден кеткен ғой. Міне нұрда міне екі көз тұр, нұрдың үстінде Құдайдың көзі тұр. Міне Құдайдың көзі оң болсын деген қазақта сөз бар. Шамбалада міне бір көз. Бұл жалғыз көзді мен көргем. 5 уақыт намазда, 5 намазында тұрған кезде оң жағымнан жалғыз көзді көргем. Екі көз көргем жоқ. Міне жалғыз көз пирамиданың ішіне көрсетіліп қойған. Ал енді Блаватскаяның масондарда да ол көрсетілген. Міне көз көрдіңіз бе? Құдайдың көзі сол нұрларда болады, құрметті ағайын. Міне біз осыны біз білуіміз керек. Міне яғни нұр туралы, Зайсандағы, Балқаштағы портар туралы әңгімеміз осы болады. Бәлкім сол жерге барғаннан кейін мүмкін мына Бермуд үшбұрышының да құпиясын біз ашатын шығармыз. Бұлар неге жоғалып кетеді? Сонда орыстар енді қазақтарды кәдімгідей жіті зерттеген ғой, оны көп адамдар білмейді. Қитетсе баяғы орыс пен Қытайға алаңдай бересіңдер деп өздерінше диванда жатып алып бізге ақыл айтпақшы. Бұл орысың болсын, Қытайың болсын, Қытайлар өздері ойлап тапқан қағаздың бетіне көшпенділерді, біздерді барлап, бақылап, бәрін қағаз бетіне түсіріп отырған. Олардың қаншасын көрсетпей отырған бір Құдай біледі. Ал енді орыстардың менің история Казахстана в источниках материалах деген кітабы бар. Бірнеше зерттеушілердің қазақтарды зерттегенде руы, тайпасы, қанша қойы бар, қанша жылқысы бар, қанша сиыры бар, салт дәстүрі, бақсылығы бәрін зерттеген. Бәрін түгел бізді кәдімгідей жазып алған. Оның көп нәрсесін бермей отыр, а біз оны былайық бізге түсіп отыр. Біз былайық біліп отырмыз. Мысалы анау бірде бір ғалым бұрын соңды Қырымның 40 батырын Серікбол Қондыбайға дейін оның жасырын мағыналы мәліметтерін айта алмаған. Ал одан біз осы ар қазақ мифологиясын дамытып, сол нұрдың қарабайыры, Шам шақары деген, Оқ Балқан дегеннің, сол Будда дінінде Шамбала дегеннің синонимдер екенін біз айтып отырмыз. Көрдіңіздер ме? Сондықтан енді бұйыртса қазір алдымен біз енді мына нұрдың, Ауғжардағы нұрдың ашылуын өткіземіз, бұйыртса. Одан кейін қазір мына Аягөз жаққа жаңа Мұратбек айтқан бір батырдың мазарын, жаңағы тас қорымын анықтауға барамыз. Сол кезде Ырғызбай әулиенің басына соғамыз, және де жаңа Ақ түлкілі әулие Тапы атаның басына барамыз. Ол жерде тіпті Ақ түлкілі әулие дегеніміз ана Құран оқып отырғанда ғайыптың ақ түлкісі ана мазардың ішінен шығып қарап отырады екен де, қайтадан кіріп кетеді екен. Сол кезде аналар қолдарына монтировка алып соғып аламыз деп кірсе жоқ екен. Оны бір кісі емес, бірнеше кісі көрген. Сондықтан мен оларға тапсырма бердім. Әй, мына ақсақалдар бүгін барды, ертең жоқ, кәдімгідей жаздыртып алыңдар деп, кім жазды, кім көрді, бәрін қағаздарын жинап жазып жатырмыз. Оны мен мына тылсым танымы құпия ілім деген кітапқа міндетті түрде енгізетін
боламын. Тіпті бұл ендігі деректер бойынша төңкеріске дейін ол Ырғызбай әулиенің басына барып зиярат ететін сияқты, соның басына барып зиярат етіп, сол жерде жаңағы жердің астынан шығып жатқан атқама су бар екен, сол судан ішіп емделіп тазарып жүрген адамдар болған екен. Одан басқа ол жерде тіпті кәдімгідей ғайыптан қобыз көрінген екен. Қобыз дыбысын шығарып тұрған қобыз көрінген екен. Ана мосағаш дейді ғой. Сол мосағаш ол жерде енді табиғат өз біреулер орнатқан мосағаш қой. Сол мосағашқа ілініп қобыз көрінеді екен. Барса қобыз жоқ. Яғни ол жерде де нұр бар, бірақ енді ол нұрдың жаңағы радиусын сол бұйыртса Мұратбек Асанұлымен барған кезде соны байқайтын боламын. Сондықтан құрметті ағайын, енді қыс бойы біз еңбек еттік, бір емес екі кітапты жазып бітірдім мен. Шыңғыс ханның шындығы және тылсым танымы құпия ілім деген. Қыс бойы қарап жатқан жоқпыз, көктем шықты, енді міне біздің жаңағы экспедиция, біздің зерттеу жұмыстарымыз басталды, бірақ жұмыс биыл көбейді. Ең бастысы Көкейдегі сол Зайсанда, Балқаш өңіріндегі Қаражартас пирамидасы маған тарихшы ретінде де, археологиядан хабары бар адам ретінде маған қызықты болып тұрса, Мұратбек Асанұлына сол нұр қызық болып тұр. Сондықтан Алла жар болсын дейміз. Міне бүгінгі тақырыбымыз осы болады.